заттар су және тұз, жұмыртқа. Біз осы заттармен қазір жұмыстар жасап көреміз. Мұнда бізде тұз. Біз қазір бірінші тұздың құрамын көреміз, ема? Онда бізде тұз қай түсте? Ақ түсте. Тұз бізде неге ұқсайды? Қарға ұқсайды, иә? Тұз бізде бірінші көрейік, қатты ма екен, жұмсақ па екен? Инабат алып, салып көр. Мұнда қасықпен. Көр. Мұнда алып, мұнда көреміз. Енді үстін қасықпен басып көр. Қатты ма, жұмсақ па? Қатты. Енді Райым сен көр. Үстін басып көр. Қолдарымен де ұстап көрсеңдер болады тұзды. Бұлайынан міне. Сонда бұл қатты, ұнтақ тәрізді. Ұстап көреміз. Көріңдер. Көрем. Қазіргі біздің бірінші зертханалық жұмысымыз бұл тұзды суға салып көреміз. Бізде екі түрлі су, екі стакандағы су. Оны қандай екенін көреміз. Ұстап көріңдер. Бірінші қызыл түстегі белгімен белгіленген суды ұстап көреміз. Инабат ұстап көр. Қандай? Ыстық су. Келесі бізде көк түсті белгімен белгіленген су қандай? Райым ұстап көрші. Қандай? Суық су, иә? Енді біз осы екі стаканға салып көреміз тұзды бірінші. Бірінші қызыл түсті белгіленген жылы суға салып, көбірек салып. Aralastırayım. Şimdi kelesi көк түсті стакан басам. Бұл бізде салқын су. Араластырам. Араластыр. Бізде қараңдар енді. Қай суда тұз тез ериді? Қай суда тез еріді? Жылы суда ма, әлде салқын суда ма? Инабат, қай суда тез еріді? Жылы суда. Сонда бізде тұз жылы суда тез ериді, ал салқын суда еруі кішкене не болады? Баяу болады. Келесі бізде зертханалық жұмыс осындай. Біреуіне тұзды салып көреміз және салмай көреміз. Сонда жұмыртқа қайсында батады, қайсында бетінде қалқып жүретін көреміз. Бағым сала ғой тұзды. Араластыр. Болды. Енді жұмыртқаны салып көреміз. Мақсат сен тұз салынбаған ыдысқа салып көр, сен тұз салынған ыдысқа салып көр. Жұмыртқаны аламыз. Алынды жұмыртқа. Енді жайлап саламыз суға. Саламыз. Енді балалар бізде жұмыртқа қайсында батты? Бұл тұз салынбаған ыдыс, иә? Тұз салынбаған ыдыста жұмыртқа батып кетті. Ал мынада жұмыртқа батқан жоқ, бетінде қалқып жүр. Бұл тұз салынған ыдыс, иә? Жарайсыңдар. Балалар, сендермен жасаған жұмыстарыңыз ұнады ма? Жарайсыңдар, сендер де жақсы жұмыс жасадыңдар. Ал сіздермен келесі кездескенше.